Қамыры небәрі 5 минутта дайын болатын өте дәмді самса дайындаймыз. Ол үшін бізге оның үстіне маргарин мысалы үгітіп аламыз. Үгітіп болғаннан кейін бізге айранның үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық разрыхлитель салып осылай көпіртіп аламыз. Кейін оның үстіне салып, жақсылап қамырымызды илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 5 минутқа тұндырып қоямыз. Осы кезде фаршты дайындаймыз. Ол үшін бізге ет, ұсақталып тұрған пияз, қара бұрыш және сұйық май құйып жақсылап араластырып аламыз. Осыдан кейін қамырымызды бөліктерге бөліп алып, барлығын дөңгелетіп шығамыз. Кейін қамырымызды дөңгелеуді жаямыз. Қалауынша кез келген форма берсеңіздер болады. Самсамыздың барлығын түйіп болғаннан кейін қызып бетіне жымқан сары уызына аздап қана сүт, бір ас қасық сүтімізді құйып, самсамыз бетіне жағып шығамыз. Және де қалауынша бетіне мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 220 градуста самсамызды 25-30 минуттай пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына